біздің аймағымызда жаңа мен айтып кеттім, кәдімгіше тұрақсыздық доғасы. Міне осындай заманда сыртқы саясат ол мемлекеттің тәуелсіздігін сақтаудың тағы бір механизм болып табылады. Президент Тоқаев бүгінде сыртқы саясатты, дипломатияны осы өте қиын жағдайда Қазақстанның тәуелсіздігін сақтап тұрудың жаңа бір тетігі ретінде өте ұтымды пайдаланып отыр. Біз бұны айтуымыз керек. Сондықтан Қазақстанның ішіндегі саяси процестерге халықаралық қоғамдастықтың қызығушылығы өте жоғары. Және де елдің барлығы ол конституцияны жай ғана қолдап отырған жоқ. Шетелдік сарапшылардың барлығы осы конституцияның ішіндегі негізгі баптардың не үшін Қазақстанға не үшін қажет екендігін олар кәдімгіше сараптап отыр. Зерделеп жатыр. Зерделеп отыр. Сондықтан осы конституцияның осы Қазақстанның саяси процестерін эволюциялық тұрда дамытып қана қоймай, сонымен бірге мынау зайырлы түрде тәуелсіздікті сақтау тетігі болғандықтан олар біздің осы мемлекеттің саясатын міне осылай қолдап отыр.